Абай Құнанбайұлының 179 жылдығына орай 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, недегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайды білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілердің естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп, қайта қалпына кетсе де, естіп естімей не керек? Осындай сөз танымайтұғын, елге сөз айтқанша, өзінді танитұғын, шошқаны тартқан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.